Міне зефирді массаңыздың бетін осылай жауып қоясыздар. Одноразовый мешокқа основасына құйып аласыздар. Бұлай кесесіздер қайшымен. Основасын, пионердің основасын дайындап аласыздар алдымен. Осындай масса болу керек, плотный. Бәрін основасын жасап болған соң, насадка травка менен алдыңғы тетенкасын жасап аламыз. Пионердің. Ортасына қоясыздар, сосын жанына былай қойып шығасыздар. Барлығын осылай қойып шығасыздар. И сразу сарыға бояп шығу керек, ортасы сары болады пионердің. Егер шықпай жатса, насадканы сүртіп тұрыңыздар ылғалды майлықпен. Алдын ала осылай жасап алу керек. Бұл кішкене қатып дайын тұрады. Кейін жан-жағына жапырақтарын қойып шығасыздар. Тез-тез істеу керек, зефирді масса суып қалмау үшін. Тағы бір рет көрсетіп жіберейін. Ортасына қоясыздар, көтересіздер насадканы и жан-жағына осылай қиялатып қоясыздар. Осылай алдын ала заготовка жасап қоясыздар. Сосын қайтадан мешогыңызға салып, массаны и жапырақтарын қойып шығасыздар. Осын бәрін дайындап аласыздар алдыменен. Егер сізге көп пионер гүлі керек болса. Массаңызды кішкене осылай салып аласыз. Осындай насадкаменен мына жерден бастайсыздар. Қойып шығасыз. И оның үстінен тағы да қойып шығасыздар. Бір қолыңызбен айлантырып тұрасыз. Енді астыға қарай түсесіздер. Насадканы қоясыздар, төменге қарай түсесіздер.
коясыздар, төменге түсесіздер. И соңғы основасына дейін осылай қойып шығасыздар.